Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін мен сендерге математика оқулығының 132-ші сабағын түсіндіріп өтетін боламын. Менің арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Сонымен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. 132-ші сабақ. Нені үйрендің? Бірінші есеп. Өзіңе таныс спорт түрлерін ата. Диаграммаға қара. Әлияның сыныптастарына спорттың қай түрі ұнайды? Диаграммадағы мәліметтер бойынша теңдік пен теңсіздік құрастыр. Достарыңның арасында сауалнама жүргіз. Диаграмма құр дейді. Яғни бұл жерде спорт түрлері велосипед айдау, футбол, жүзу, жүгіру, күрес, бокс. Диаграммаға қарайтын болсақ, футбол 3 адамға ұнайды. Велосипед тебу 6 адамға ұнайды. Жүзу 9 адамға ұнайды. Ал жүгіру 4 адамға ұнайды. Гимнастика 10 адамға ұнайды. Күрес 7 адамға ұнайды. Бокс 2 адамға ұнайды. Сонымен теңсіздік құрастырамыз. 3 6-дан кішкентай. 6 мен 9 салыстыратын болсақ, 9 үлкен. 10 мен 4 салыстыратын болсақ, 10 үлкен. 7 мен 2 салыстыратын болсақ, 7 үлкен. Осылай жазамыз. Екінші есеп. Есептерді шығар. Асы жүзу үйірмесіне алдымен 10 адам, содан кейін тағы 8 адам жазылды. Үйірмеге барлығы неше адам жазылды? Шартын құрамыз. Алдымен 10 адам, кейін 8 адам. Барлығы белгісіз. Шешуі 10-ға 8-ді қосамыз, тең 18. Жауабы барлығы 18 адам. Әсі. Жеңіл атлетика бойынша өткізілген жарыста команда 4 алтын медаль, одан 3-еуі артық күміс медаль жеңіп алды. Команда неше күміс медаль жеңіп алды? Алтын медаль 4, күміс медаль, одан 3-еуі артық. Шешуі 4-ке 3-ті қосамыз, тең 7. Жауабы 7 күміс медаль жеңіп алды деп дәптерге жазамыз. Үшінші есеп. Теңдеулерді шеш. X қосылған 20 тең 90. X тең 90-нан 20-ны аламыз. X тең 70. 70-ке 20-ны қосамыз, тең 90. 90 тең 90, яғни екі жағы теңесті. 80 алынған Y тең 30. Y тең 80 алынған 30. Y тең 50. 80 алынған 50 тең 30. 30 тең 30. X алынған 70 тең 10. X тең 70 қосу 10. X тең 80. 80 алынған 70 тең 10. 10 тең 10. Төртінші есеп. Есептерге сұрақ қой. Олардың біреуінің шешуін жаз. Асы. Стадионда 30 футболшы мен 20 гимнаст спортпен шұғылданады. Шартын құрамыз. Футболшы 30, гимнаст 20. Барлығы белгісіз. Шешуі 30-ға 20-ны қосамыз, тең 50. Жауабы барлығы 50 спортшы. Әсі. Стадионда 30 футболшы, ал одан 20-сы артық гимнаст спортпен шұғылданады. Шартын құрамыз. Футболшы 30, гимнаст, одан 20-сы артық. Шешуі 30-ға 20-ны қосамыз, тең 50. Жауабы 50 гимнаст болды деп жазамыз. Бесінші есеп. Өзің фигуралар құрастыр. Досыңа оны қайталап жасауды ұсын дейді. Яғни осылай қағаздан қиып алып, кеме, ұшақ жасаймыз. Және оны досыңа қайталап жасауды ұсынамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.